Арбат ойынын тамашалауға келген жиналғандардың қарасы көп болды. Жазғы демалысқа шыққан балалар үшін бұл жаппай ойынның тіптен қызық болғаны анық. Шараны Жас отан қоғамдық бірлестігі Теміртау жастар клубы мен балалар аула клубтары бірлесіп ұйымдастырған. Жалпы аталмыш ойын балалардың кәсіпкерлік жөніндегі білімін жетілдіруге арналды. Грубо говоря, конечно, для взрослых это привитие. Бұл ойынның басты мақсаты балалар өздерінің шағын бизнесін құрып, сол арқылы ақша табу. Бұл жерде ақшаның орнына маркалар қолданылады. Сол марка арқылы балалар бағалы сыйлықтарға ие бола алады. Елімізде экономикаға қатты мән беріліп жатса, қазірден бастап балаларды осы бағытта тәрбиелеуіміз керек деп ойлаймыз. Шараға қатысқандардың бірі Аквагрин станциясының жүргізушісі Артем Епанчинцев. Мұнда кез келген бала бір марка үшін өзіне ұнаған суретті сала алады, немесе осы станцияның жүргізушісіне салғызады. Салып жатқан суреттер әртүрлі, яғни балалар өздеріне ұнаған сурет ала алады. Мәселен, қыздар гүл, қуыршақты жақсы көрсе, ұлдарға доптың суреттері ұнап жатыр. Және осы суретті балалар маркамен сатып алып, басқа станцияға барады. Жалпы Арбат балалардың өздерінің кішкентай шаһарларына айналды десек артық айтқанымыз болмас. Себебі мұнда фитнес-клубтар, дәмханалар, түрлі демалыс орындары, тіпті неке қиятын станцияларда болды. Ойын-сауық шарасының барысында балалар қызықты ойындарды ойнады. Айта кетейік, бұл шара қалада алғаш рет өткізілді. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта да дәстүрлі түрде өткізіп тұрамыз дейді. Ақерке Заирова, Евгений Ходор, Сфера арнасы.